Қайырлы күн достар, бүгін бізде автошолуымызда видеоны аталып көргендей Hyundai Tucson. Ұнайды маған, еркелеткен сөздерің ұнайды маған, жалын атқан көздерің ұнайды маған, бір өзіңмен сырласқан ұнайды, ұнайды маған. Достар, әдеттегідей автошолуымызды бастамастан бұрын кішкене тарихқа көз жүгіртейік. Hyundai Tucson ең алғаш рет 2004 жылы Hyundai оңтүстік Кореядағы Hyundai Motor компаниясының шығарған өнімі. Tucson атауы ақш-тың Аризона штатындағы Тусон қаласынан алынған. Бұл автомобиль әлем нарығында жоғары сұранысқа ие және бірнеше буынмен дамып келеді. Алғашқы буыны 2004 жылдан 2009 жылға дейін шығарылған. 2004 жылы яғни жарық көріп, Elantra платформасында жасалды. Қозғалтқыштары 2 және 2,7 литрлі болды. Алдыңғы және толық жетекті болды. Нұсқалары қолжетімді бағамен сенімділігі үшін кең танымал. Екінші буыны 2010-2015 жылдары шығарылды. 2009 жылы Франкфурт автосалонында таныстырылып, Еуропада Hyundai iX35 атауымен сатылды. Жаңартылған дизайн мен интерьер, жаңа қауіпсіздік жүйелері мен үнемді қозғалтқыштар қолданылды. Ал үшінші буынына келетін болсақ, 2015 жылы қайта жаңартылды. Барлық елдерде тек бір атаумен сол Tucson атауымен атала бастады. Заманауи стиль, кең интерьер, жетілдірілген қауіпсіздік жүйелері енгізілді. Ең соңғы төртінші буыны бүгінгі күнге дейін шығарылуда. Яғни 2020 жылы әлемге таныстырылды. Дизайны футуристік стильде жасалған, цифрлы аспаптар панелі, интеллектуалды басқару жүйелері, гибрид және плагин гибрид нұсқаларымен шығарылды. Hyundai Tucson'ның төртінші нұсқасы әлем бойынша миллиондаған данамен сатылған және әртүрлі елдерде құрастырылды. Соның ішінде Чехия, Корея, Қытай және ақш. Достар, бүгінгі біздің автошоуымыздағы Hyundai Tucson 2023 жылы Чехия елінде шығарылған. Комплектациясы бойынша Travel, 2 литрлі 150 ат күші бар мотор, 6 сатылы автомат, толық жетекті, қысқа шанақты. 2023 жылдың аяғында бүгінгі иесі сатып алған, әрине қолдан, бірінші иесі 13 мың шақырым жүрген. Сол 2023 жылдың аяғында 14 миллион 300 мың теңгеге сатып алған. Бүгінгі күні 2025 жылы 89 мың шақырым жүрген. Негізінде Hyundai Tucson статистикаға көз жүгіртсек, 2023 жылдан бастап Қазақстанда жоғары сұранысқа ие болды. Ол 2023 жыл өсу кезеңі деп аталынады. Hyundai Tucson Қазақстанда ең көп сатылған модельдердің бірі. Hyundai маркасы жалпы 46,725 автокөлік сатумен нарықтың 23,5% үлесіне иеленіп, көшбасшысы болды. Hyundai Транс Қазақстан зауыты 2023 жылы 48,857 автокөлік өндіріп, өндіріс көлемін 31,3%-ға арттырған. 2024 жылы рекордтық сатылымдар Hyundai Tucson моделі Қазақстанда 22,389 дана сатылып, ең көп сатылған модельдердің бірі болды. Hyundai маркасы жалпы 44,218 автокөлік сатумен нарықтың 21,6% үлесін иеленіп, екінші жыл қатарынан көшбасшысы орынды сақтап қалды. Жыл бойында Hyundai Tucson сатылымы 55,4%-ға өсіп, нарық үлесі 11,1%-ға жетті. Негізі Hyundai Tucson'ның төртінші буыны 2024 жылы екінші генерациясы болды, яғни рестайлинг дейміз. Ол өзінің дизайнымен ерекшеленді. Қазақстанда Hyundai Tucson 2025 жылғы модельдің негізі комплектацияларымен оларды сипаттамалары келесідей болды. Бірінші комплектация ол классик, 2 литрлі мотор және 150 ат күші алдыңғы жетекті. Классик плюс 2 литрлі 150 ат күші толық жетекті. Комфорт алдыңғы жетекті 2 литрлі және толық жетекті 150 ат күші бар. Travel 2 литрлік, Travel 2,5 литрлік. Prime 2 литрлік және Prime 2,5 ең жоғары комплектациясы 190 ат күші бар. Егер бүгінгі күнге бағаларына келетін болсақ, классик 2 литрлі 150 ат күші бар алдыңғы жетекті 14 миллион 990 мың теңгеден басталады. Және ең жоғары комплектациясы Prime 2,5 литрлі 190 ат күші бар, толық жетекті 20 миллион 590 мың теңге. Hyundai Tucson'ның төртінші буыны 2 мотор гаммасымен шығарылды. 2 литрлі 150 ат күші бар.
және 2,5 литрлі 190 ат күші бар. 6 сатылы автоматпен алдыңғы жетекті және толық жетекті болады. Шанағының өзі 2 түрлі болды, ұзын және қысқа. Бірақ 2 нұсқасы да шанағының ол 5 орындық болып келеді. Қазақстанда ең көп танылған ол әрине ұзын шанақты комплектациялар. Hyundai Tucson'ның клиренсі 18 сантиметр құрайды. Ол кроссоверлар үшін өте тиімді клиренс. Дөңгелектері диаметрі 17-тен басталып 19-ға дейін, әрине комплектациясына байланысты. Жанармай багының сыйымдылығы 54 литр. Қала ішінде орта есеппен 11,5 литр 100 шақырымға тұтынса, трассада 6,5 7 литр. Жүксалғыш көлемін қарайтын болсақ, электронды басқару жүйесі. Жүксалғыш сыйымдылығы шамамен 650 литр. Артқа орындықтарын жатқызатын болсақ, шамамен 1700 литрге шейін кеңейді. Қазақстанда сатылатын Hyundai Tucson үлгілері Hyundai Trans Қазақстан зауытында жиналады. Бұл зауыт Алматы қаласында орналасқан және 2020 жылдан бастап жұмыс істейді. Жинақтау түрі CKD, Complete Knockdown, толық циклді құрастыру, яғни дәнекерлеу, сырлау және құрастыру жұмыстары Қазақстанда жүргізіледі. Бастапқы бөлшектер Hyundai Motor Company оңтүстік Кореядан жеткізіледі. Жергілікті құрам біртіндеп қазақстандық компоненттер үлесі ұлғаюда, ол пластик, сым, аккумуляторлар және тағы басқалар. Артықшылықтары импорттық баж салықтарының төмендеуі, қолжетімді баға, яғни кепілдік пен сервис Қазақстан аумағына толық қамтамасыз етілуде, автомобильдерге жылдам жеткізу уақыты. Судың керек екенін шөл дегенде ғана білесің. Жылу керек екенін жаурағанда ғана білесің. Бағала өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Керек екенін қараңғыда ғана білесің. Сезім керек екенін жалғыз болсаң ғана білесің. Бағала өмірді бағала, мәңгі деп саныма. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Жасағанда амалдар ұмытпа, бұл берілген өмір алма кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Бұл саяхат бірақ қана мезет, қазірден-ақ алшы бәрін түзет. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек. Күдер үзбе бақытты болуға, өзіңе де келіп жетер кезек.
қызықтың күйін кештім жүр. Құрметті достар, бүгінгі біздің автошоуымыз осындай болды. Егер де қысқаша қорытындылайтын болсақ, Hyundai Tucsonның 4-ші буыны N3 платформасында жасалған Қазақстандағы әйгілі танымал кроссоверлардың бірі. Себебі ол заманауи технологиялармен, өзінің ерекше стилімен және жайлылығымен осы бүкілін біріктіріп, жақсы жағынан өзін көрсеткен. Бағасы жағынан да тиімді, дизайн жағынан да ол ерекше. Егер де видео ұнаса, лайк басып ұмытпаңыздар, пікірлеріңізді қалдырып, арнамызға тіркеліңіздер. Келесі кездескенше күн жақсы.